Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін дәл осындай борпылдақ той бауырсақтарын жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркелуді ұмытпаңыз. Қоңыраушаны басып қойыңыз, жаңа видео шыққан кезде сізге хабар беретін болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Артынан жылы сүтімізді құямыз. 1 шай қасық тұзымызды қосып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық ашытқымызды қосып, ашытқымыз ерігенше тағы да араластырамыз. Егер ашытқыңыз жақсы болатын болса, қамырыңыз да жақсы ашитын болады. Сол себептен де жақсы ашытқы таңдауға тырысыңыз. Бір ас қасық майонез қосамыз. Бұл жерде майонездің рөлі өте күшті. Майонез қоссаңыз, бауырсағыңыз әдемі, борпылдақ, жұмсақ болып шығады. Аз-аздан ұнымызды қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын. Бетін жауып, шашықпен орап қойдым. Шамамен 1 сағаттан кейін қайта аштым. Міне біздің қамырымыз ашып дайын болып тұр. Өте жұмсақ қамыр болып шықты. Қолымызды майлап, жан-жағын жинаймыз. Тақтайға ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті жуалап дайындап қоямыз. Қамырымызды жайып аламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпай, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Міне мен бокалмен бөлдім, домалақ етіп. Сіздер кез келген домалақ ыдысты қолдансаңыздар болады. Алдын ала қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып пісіріп аламыз. Мінекей бауырсақтарымыз дайын осымен. Әлі де тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліңіз. Ас болсын!